көрермендер, құрметті әріптестер, бүгінгі күні Алматы қаласы білім басқармасына қарасты номер 87 жалпы білім беретін мектепке дейінгі жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог зерттеуші ұстаздары өздерінің іс тәжірибесімен бөліскен. Информатика пәнінің мұғалімі Сейтказиев Досымхан Шерхановичқа береміз. Тақырыбы Кодеплей STEM шеберлігіндегі ақпараттық технологиялар және инженерия негізінде құрастырылған бағдарламаға назар аударыңыздар. Досымхан Шерханович, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, әріптестер. Менің аты жөнім Сейтказиев Досымхан Шерханович, нөмірі 87 жалпы білім беретін мектептің информатика пәні мұғалімі, санатын педагог зерттеуші. Бүгінгі қорғағалы отырған тақырып Кодеплей STEM шеңберіндегі ақпараттық технологиялар және инженерия негіздері. Элективті курс бағдарламасы 1-11 сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1-2 сағаттан, барлығы 630 сағатты құрайды. Негізінде дүние жүзіндегі мектептер бұл маңызды тапсырманы орындай алмайды деп бірнеше мына жерде болып жатқан кемшіліктерді атап айтуға тура келіп тұр. Себебі осы кемшіліктерді ескере отырып, біз курс мазмұнын жазуға кірістік. Бұлар ресурстар мен инфрақұрылымның жетіспеушілігі, мұғалімдер даярлау және олардың дайындығын қамтамасыз ету, оқу бағдарламасы мен мазмұнына қатысты мәселелер және теңдік пен қолжетімділікке қатысты осы келеңсіз оқиғалардың барлығын орын жабу үшін біз осы курстың мазмұнына кірістік. Бұл курста көріп отырғандарыңыздай Кодеплей қосымшасы, оның ішінде бізде Кодеплей цифрлық оқулығы бар, робототехника жиынтығы бар, Кодикит деп аталатын, және Кодитич бағдарламалық жасақтамалар. Бұл жерде электронды журнал және сонымен қатар Коди Академи оқыту ортасы бар. Ал енді курсқа келетін болсақ, әр жас ерекшелікке қатысты мектеп бағдарламасында оқушылардың қандай да бір бағдарламаны оқитындығын ескере отырып, курс бағдарламасының мазмұны құрастырылды. Курс бағдарламасы мазмұны информатика сабағында кездесетін негізгі терминдерді түсініп қолдануға баса назар аударылды. Бұл қосымшаны мобильді құрылғы, тасымал компьютер тіптен арнайы сайт арқылы да қолдануға мүмкіншілік бар. Солай жасау арқылы мұндағы білімге қолжетімділікті арттырдық. Оқушы ойын арқылы бағдарламалау негіздерін түсінеді және күнделікті сабақта қолданады. Осы жайында атап айтатын болсақ, бұл элективті курстың басты ерекшелігі әрбір тақырып пен сабаққа қатысты методикалық көмек, оқу ресурстары бірге беріледі. Әрбір сабақ келесі сабақпен сабақтасқан, сол арқылы оқушы үйренген білімін практика көмегімен бекітіп отырады. Тарау соңында алған білімдерін аталмыш жиынтық көмегіменен жобалық жұмыс жасауға жұмсайды. Мұның бәрі практика жүзінде болады, себебі жоба құрастыру барысында Кодеплей қосымшасының ішінде Кодикит жиынтығы бар. Сол жиынтық арқылы оқушылар өздерінің ойларын сол жиынтық арқылы құрастырып, сол арқылы жоба жасап, соны зерттей алады. Кодеплей қосымшасы оқушыларды зеріктірмей, ойын арқылы да білім бере алады. Тек ойын ойнап қоймай, әр ойында командалар олардың қызметімен танысады. Көп командамен қызметін білген оқушы ондағы көп деңгейлерден өту мүмкіншілігіне ие болады. Енді курстың мақсатына келетін болсақ, мектеп оқушыларына бағдарламалау негізін үйренуге және гаджеттерді құру негізінде алған білімдерін қолдануға мүмкіндік беретін кешенді жүйе құру және іске асыру болып табылады. Балалар инженерлік ойлауды дамыта алады және Scratch блок кодингін сондай-ақ қызықты жобалар жасау үшін инженерлік ойлауды қолдану әдістерін игере алады және сондай-ақ Arduino Uno сызба техникасына кіріспе береміз.
бұл электроника негіздерін түсінуге және өз құрылғыларымызды жасауға көмектеседі. Курстың міндеті цифрлық сауаттылықты арттыру, оқу процесін цифрландыру, білім алу сапасы мен жылдамдығын арттыру, балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру, ақылды гаджеттер, атап айтқанда IoT жобалар жасау арқылы кодтауға және білім алуға үйрету, бағдарламалау және робототехника пәндерін дәріптеу. Бағдарламалауды робототехниканы түсінікті және оңай қолжетімді ету, алынған білімді ерте кезеңде қолдану үшін қолайлы орта құру және дамыту. Күтілетін нәтиже шығармашылық ойлау, идеяларды нақты жобаларға қалай айналдыруға болатыны, сыни тұрғыдан ойлау, ғылыми әдіспен мәселелерді қалай талдауға және шешуге болады, цифрлық ортадағы мәселелерді шешу дағдылары, мәселелерді шешу үшін технологиялар мен құралдарды қалай пайдалануға болады, инновациялық ойлау, жаңа идеялар мен шешімдер жасау үшін шығармашылық сыни ойлауды қалай біріктіруге болады. Жоба командада жұмыс істей білу, міндеттерді тиімді бөлу, алынған ақпаратты өңдеу, бүкіл сыныптың бірлескен жұмысы нәтижесінде қорытынды жасау, заттар мен олардың бейнелерін салыстыру және топтастыру, өз идеяларын өз бетінше жүзеге асыру, жеке қорытынды жобаларды қорғау, үздік жоба конкурстарына және платформада жариялау, мектеп және қалалық ғылыми тәжірибелі конференцияларда зерттеу жұмыстарының конкурстарына қатысу, Астана IT университеті сертификатын алуға емтихан тапсыру. Көріп отырғандарыңыздай мұнда команданың алғашқы қатамы және команданы бұл команда Codiplay цифрлық дағдылар экожүйесі деген атпенен белгілі қазір. Соңғы дерекке қарайтын болсақ, дүниежүзілік экономикалық форумның орындарының болашағы 2023 есебі бойынша 2027 жылы 44% қызметкерлер технологиялардың енгізуінің өсуіне байланысты қайта біліктіліктен қажет болады екен. Және Европалық комиссияның цифрлық дағдылар мен жұмыс орындары коалициясының есебі бойынша жұмыс орындарды, егер 10 жұмыс орны болса, соның 9-ы жұмыс орындарында сандық дағдыларды қажет ететін көрінеді. Ал көріп отырғандарыңыздай, бұл Codiplay'дің мазмұнында қандай бізде цифрлық оқулық және ойындар қандай түрде болатынын көріп отырсыздар. Мұнда сандық дағдыларды үйрену, яғни ойын көмегімен болады. Ал мынау қазіргі кездегі Codiplay'дің жеткен жетістіктерін бірқатар көрсетіп шықсам деп едім. Қазіргі күннің өзінде әлемнің 13 елінде бұл Codiplay өнімі жұмыс жасап жатыр. Көріп отырғандарыңыздай, біздің Codiplay'дің басшысы әлемнің беделді премьер-министрлермен, білім министрлермен кездесу үстінде. Ал мынау Сауд Арабиясындағы мектептерге енгізіліп жатқан Codiplay жүйесі. Түргелі. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, осымен біздің дайындаған элективті курс туралы мағлұматтарымыз толық берілді деп есептейміз. Сұрақтарыңыз болса, Алматы қаласы номер 87 жалпы білім беретін мектептің сайтына немесе біз YouTube каналына саламыз осы эфирді. YouTube каналы арқылы, комментарийлар арқылы сіздермен байланыс ұстай аламыз. Сіздерге көптен көп рахмет тыңдағандарыңызға, назарларыңызға. Әріптестер, бүгінгі конференциямыз деп жариялаймын.